Сіз жаңадан бастап жүрген кәсіпкерсіз және қызметіңіздің бағытын анықтап алдыңыз. Сұрақ: бизнесті неден бастау керек? Маркетологтардың айтуынша, нарықты зерттеуден бастау қажет. Дәлірек айтқанда, екі негізгі затты зерттеу керек: мақсатты аудитория мен бәсекелестер. Сіз маркетингтік зерттеу күрделі және қымбатқа түседі, мамандардың көмегінсіз жасау мүмкін емес деп ойлайсыз ба? Мүлдем олай емес. Нарықты зерттеу және клиентке не қажет екенін түсіну ерекше уақыт пен қаражат шығынсыз-ақ өз бетінше жүзеге асырылады. Бүгінгі сабағымыз маркетингтік зерттеулер жайында болмақ. Крупным бизнесом обычно всегда проводят какие-то маркетинговые исследования, достаточно большие. С небольшим бизнесом эти маркетинговые исследования можно провести самому. Не обязательно куда-то идти. Егер сіздің өз өніміңіз немесе қызметіңіз туралы нақты түсінігіңіз болмаса, және сіз тек қызмет бағытын анықтаған болсаңыз, нақты бәсекелестерден зерттеуді бастаңыз. Осылайша сіз нарықтағы қандай тауашалар сұранысқа ие екенін, бәсекелестердің әлді жақтары қандай екенін, әлсіз жақтары болса оларды қалай пайдалана алатыныңызды ойластыра аласыз. Мысалы, сіз нан тоқаш өнімдерін пісіріп сатумен айналысқыңыз келеді. Сіздің аймағыңыздағы бәсекелестерді зерттегеннен кейін олар негізінен қарапайым әлеуметтік нан өндіретінін, тоқаштарды басқа қалалардан жеткізетінін білдіңіз. Тиісінше олар дүкендерге ескірген күйде және қымбат бағамен жеткізіледі, бірақ сұраныс бар. Сондықтан сіздің нарықтағы тауашаңыз күнделікті жаңа піскен және дәмді кондитерлік өнімдер болуы мүмкін. Сіз өз қалауыңызбен қай бағыт бойынша маман болғыңыз келетініңізді нақты білсеңіз, мақсатты аудиториямен нарықтық зерттеуіңізді бастаңыз. Осылайша өзіңіздің клиентіңізге не маңызды екенін, оны таңдау кезінде ол не нәрсеге басымдық береді, ақпаратты қайдан іздейтінін біліп алыңыз. Осыған сүйене отырып, осы шағын сегментте бәсекелестеріңіздің кім екенін көресіз де өзіңіздің бірегейлігіңізді қалыптастыра аласыз. Мысалы, сіз аймағыңызда атпен серуендеу базасын құрып, экотур бизнесмен айналысуды жөн көрдіңіз. Бұл кімдерге қызық болуы мүмкін? Айталық, 25 пен 40 жас аралығындағы қаланың шуынан демалғысы келетін қазақстандықтар мен туристерге. Олар үшін таза ауа, табиғат, жайлы орта маңызды. Тиісінше сіздің бәсекелестеріңіз үлкен қалаларда орналасқан турагенттіктер екенін біле жүріңіз. Екі тәсілдің нәтижесінде сіз менің мақсатты аудиториям кім және менің бәсекелесім кім деген сұрақтарға жауап аласыз. Қосымша бонус: сіз бірегей сауда ұсыныс опцияларын қалыптастырасыз. Бұл қиын емес. Сіз тек кішігірім маркетингтік зерттеу жүргіздіңіз. Ол қолыңыздан келетініне көз жеткіздіңіз. Маркетингтік талдау кезеңдеріне және зерттеу жүргізуге болатын құралдарға көшейік. Біріншіден, зерттеудің мақсатын анықтаңыз. Бизнестің бастапқы кезеңінде бұл бәсекелестік ортаны зерттеу, мақсатты аудиторияның портретін жасау, жоспарланған өнімді немесе қызметті тестілеу болуы мүмкін. Мұны қайда және қалай жазу керек? Excel бағдарламасында файл ашып, ол жерге мыналарды белгілеңіз. Мақсатты аудитория, бәсекелестер, нарық тенденциялары, еліктеу үшін үлгілер және зерттеу қажет деп санайтын басқа да бөлімдер. Енді әр бөлімге тоқталайық. Бірінші бөлім: мақсатты аудитория. Мұнда жынысын, жасын, отбасылық жағдайы мен мәртебесін тіркеу қажет. Сонымен қатар мінез құлық өлшем шарты маңызды. Әдеттер, әуестіктер, мақсаттар мен армандар, сатып алуға ынталандыру және шектеулер. Сіз өзіңіздің тұтынушыңыз сатып алу туралы қалай шешім қабылдайтынын және ол үшін не маңызды екендігі туралы сұрақтарға жауап табуыңыз керек. Бұл орайда табыс деңгейі әрқашан сіздің өнімді сатып алу туралы шешім қабылдауға әсер етпейтінін атап өткен жөн. Мысалы, iPhone смартфондары жалақы мәртебесі мен мөлшеріне қарамастан сатып алынады. Осы ерекшелікті де қарастырыңыз. Екінші бөлім: бәсекелестер. Бәсекелестер туралы бәрін білу керек. Сұрыпталым, баға, мерзімдерді, жылжыту әдістері, қосымша сервистер, әлді және әлсіз жақтары, мамандануы, бірегейлігі, олардың мақсатты аудиториясы. Можно опросить, опять же, свою целевую аудиторию и сделать какой-то рейтинг, по сути, опросить, сделать бальную систему и спросить, как вам нравится качество, доступная ли цена и так далее, и сделать вот такую таблицу с рейтингом и понимать, насколько твоя продукция сейчас лучше или хуже, чем у конкурентов.
И по каждому параметру надо стремиться за самым лучшим. То есть если, к примеру, по качеству у тебя хуже, чем у конкурента, значит, надо подтягивать качество. Если твоя цена, опять же, хуже, надо стараться улучшить цену. Возможно, что проблема будет в той же доставке. Возможно, покупателям конкуренты возят продукцию, а ты этого не делаешь. Үшінші бөлім – нарықтың трендтері. Тренд тауардың белгілі бір уақытта танымалдығы. Басқаша айтқанда, бәрі тек ең өзекті және сұранысқа сай сатылады. Бәсекелестерге қарағанда тауарларды ертерек шығарудың екі жолы бар. Сұранысты үнемі талдау, өзіңіз байқап көріңіз және табысыңызды бекітіп отырыңыз. Бірінші жағдайда сіз бар өнімді алып сұранысты талдайсыз. Екіншіден, жаңа нәрсе жасаңыз және жарнаманы іске қосыңыз. Егер сұраныс болса, тауарлардың сынама топтамасын дайындаңыз. Төртінші бөлім – еліктеу үшін үлгілер. Бұл бөлімде сіз бәсекелестердің идеяларын, кәсіпкерлер үшін ұқсас бағытта жұмыс істеген жылжыту әдістерін, бір сөзбен айтқанда, сізді шабыттандыратын барлық нәрселерді жазасыз. Дербес зерттеу әдістері туралы сөйлесейік. Бірінші әдіс – сауалнама. Сауалнама сіз бен респондент арасындағы тікелей өзара іс-қимылға негізделген бастапқы ақпаратты жинау әдісі. Сауалнама үшін адамдарды қалай және қайдан табуға болады? Біріншісі, сіздің мақсатты аудиторияңызға сәйкес келетін таныс шеңберін іске қосыңыз. Екіншісі, бәсекелестер аумағында. Сіздің бәсекелестеріңіз өз тауарларын сататын дүкенге барыңыз, сатушылармен және сатып алушылармен сөйлесіңіз. Не обязательно опрашивать всех жителей, для этого это не обязательно. Можно опросить какую-то часть своей целевой аудитории. В маркетинге это называется, есть такое исследование количественное, из генеральной совокупности делается выборка. Если 10 тысяч человек, то в принципе достаточно 100 человек опросить для того, чтобы понимать, что в целом, как всего, что потребляет и сколько потребляет. Этого в принципе достаточно для того, чтобы понять идею. Сауалнама жүргізу үшін 5-7 сұрақ жеткілікті. Өйткені адамдар өз уақытын көп жұмсағысы келмейді, немесе ортасына келгенде жауап беруден бас тартып, тіпті соңғы сұрақтарға шынайы жауап бермей, тезірек сізден құтылғанша асық болады. Егер сіздің аудиторияңыз онлайн сауалнамаға жауап беруге ыңғай танытса, онда оны ұйымдастыруға болатын бірнеше қызметтер бар. Тестограф, Simple, Google Forms, SurveyMonkey. Екінші әдіс – скрининг. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл белгілі бір аймақтың бос тауашаларын анықтау үшін жергілікті зерттеу. Әр аймақтың өзіндік ерекшеліктері, қажеттіліктері мен болашағы бар тауашалары бар. Скринингтік зерттеулерді әдетте мамандар жүргізеді, бірақ сіз өзіңіз жеңілдетілген талдау жасай аласыз. Мәселен, нақты жағдайды және аймақтың әлеуметтік экономикалық даму жоспарларын талдауға болады. Айталық, сіздің ауылға жақын жерде сүт өңдейтін зауыт салынып жатқанын білдіңіз. Зауыт жақын маңдағы ауылдардан шикізат алатыны анық, бірақ ауылда сүт жинайтын пункт жоқ. Бұл сіздің бизнесіңіз үшін таптырмайтын тауаша болмақ. Үшінші әдіс – түп тұлғаны тестілеу. Сіз идеяны сынап көруіңіз керек. Өйткені бизнесті бастау үшін көп ресурстар қажет. Сол кезде идея жұмыс істемей қалуы мүмкін. Есть такое понятие, как тестирование. То есть не надо производить сразу много, да? Можно производить по чуть-чуть. То есть это метод такой тестирования. Начинаешь делать какую-то пробную партию, тестовую партию, хлеба, булочек. Может быть, вы вообще сделали булочки по-другому или добавили туда какой-то другой ингредиент, мак, варенье, джем, еще что-то. Вот. И надо понять, готов ли твой покупатель распробовать, как говорится, эту продукцию. Вот. Возможно, что ты в момент исследования ошибся или ты получил информацию о желаниях потребителей, но эти желания являются гипотетическими, и на самом деле они так не кушают. То есть, когда ты опрашиваешь жителей, ты должен понимать желание покупателя. То есть он всегда может хотеть я хочу вот такой хлеб кушать, я хочу вот такие булочки есть, а по факту он их не ест, либо ест не в большом количестве. Вот, то есть потребитель тебе желаемое за действительное выдал.
Міне тестілеудің қарапайым үлгісі. Қарапайым үй шаруасындағы әйел дәмді кондитерлік тағамдар дайындап, үйде тамақ әзірлейтін кәсіп ашқысы келеді. Ол 5 бәліш пісіріп, ірі компанияларда жұмыс істейтін достары мен туыстарына апарып, дәмін татқызады. Бәлішке арналған қорапқа өзінің визит карточкасын салуды да ұмытпаған. Нан өнімдері әріптестердің көңілінен шығады да тапсырыстар түсе бастайды. Көп ұзамай әлгі үй шаруасындағы әйел цех ашып, жұмысын жүргізеді, тіпті 2 жұмысшы жалдайды. Бұл әдісті пайдалану үшін тестілегіңіз келетін нәрсені таңдаңыз. Бұл тікелей тауар немесе қызмет болуы мүмкін. Тестіленетін өнімді көрсеткіңіз келетін адамдарды таңдаңыз. Мүмкіндігінше 50 адамнан кем болмасын. Оларға үлгілерді таратыңыз. Сізді қызықтыратын сұрақтар мен сауалнаманы толтыруды сұраңыз. Не ұнамағаны туралы ғана емес, ең басты ұнаған туралы да сұрақтарыңызды қойыңыз. Осылайша сіз бизнес ұстанымында пайдалана алатын күтпеген тартымды сәттерді таба аласыз. 4-ші әдіс – сараптамалық бағалау. Бұл әдіспен сіз нарық сегментінің сарапшыларын тауып, оларды белгілі тақырыпқа өзіңізбен әңгімелесуге тарта аласыз. Әңгіме барысында сіз ең инсайдерлік ақпаратты, күтпеген қиындықтар туралы ескертулерді, адамдармен өзара қарым-қатынас жөніндегі кеңестерді және ашық көздерде ешқашан жазылмайтын мәліметтерді ала аласыз. 5-ші әдіс – онлайн талдау. Бұл үйден шықпай-ақ интернетте ақпаратты жинау және талдау деген сөз. Өзіңіз айналысқыңыз келетін бизнестің бағытын интернеттен шолып шығыңыз. Көп ақпаратты бәсекелестер туралы жаңалықтардан табасыз. Сондай-ақ интернетте сіздің бизнесіңіз туралы зерттеулерді табуға болады. Тақырыптық форумдар мен қауымдастықтарға тіркеліңіз. Онда сіздің бәсекелестеріңіз туралы пайдалы ақпарат пен олар туралы пікірлер көп болуы мүмкін. Өзіңізде сұрақ қойып, жинақтаған ақпараттың көмегімен мақсатты аудиторияның портретін жасай аласыз. Егер сізде бизнес іске қосылған болса және мақсатты аудиторияның портретін қалыптастыру үшін қолданыстағы веб-сайт бар болса, онда Google Analytics және Яндекс Метрика талдау қызметтерін пайдаланыңыз. Бұл қызметтер веб-сайтқа келушілер туралы деректерді барлық қолжетімді көздерден, әлеуметтік желілер мен жеке жобалардан, мысалы Gmail, Яндекс.Авто жинайды. Қызметтер тегін. Қорытындылайық. Маркетингтік зерттеудің жеңілдетілген нысаны үшін біреуді тарту міндетті емес. Біріншіден, мәліметтерді жинау файлын бастаңыз. Онда сізге талдауға қажет болатын бөлімдерді жазыңыз. Ең бастысы, мақсатты аудитория мен бәсекелестер екенін есте ұстаңыз. Екіншіден, зерттеу үшін тегін әдістерді қолданыңыз. Нақты айтқанда, сауалнама, сараптамалық бағалау, скрининг, прототип тестілеу, онлайн талдау. Әрбір зерттеудің нәтижелерін құрылымдап, қорытынды жасаңыз. Есіңізде болсын, табысты бизнесмен бұл көп білетін адам емес, осы білімді қалай қолдану керектігін түсінетін адам. Ісіңіз берекелі болсын. Келесі кездескенше.